кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың Маша атты немересі болыпты. Бірде Маша құрбыларымен орманға жиналыпты. Атасы мен әжесі оған: «Құрбыларынан қалып қалма», деп табыстады. Бірақ Маша олардың айтқанын тыңдамады. Ол құрбыларынан алысқа ұзап кетіп, ақырында адасып қалды. Маша оларды шақырып, айқайлай бастады. Құрбылары дауыс қатпады. Маша ымырт түскенше орманда кезіп жүрді. Кенет бір үйді көрді. Машенька үйге кіріп, бұл үйде кім тұрады екен, деп ойлады. Ал бұл үйде аю тұратын. Ойлағанша болмады, үйге аю кіріп келіпті. «Менің үйіме рұқсатсыз неге кіресің?» деп гүр ете түсті. Маша: «Мен адасып кеттім, бүгін осында қонып ертең үйіме қайтамын», деді. «Жоқ, енді мен сені жібермеймін. Сен менің қолымда тұрасың, пеш жағып, ботқа пісіріп, мені тамақтандырасың», деді. Маша біраз бүртиді, бірақ не шара? Ол аюдың үйінде тұра бастады. Аю күні ұзақ орманға кетеді, ал Маша үй жиналып, дәмді бәліш пісіреді. Аюдың қуанышында шек жоқ, біраз күн өтті. Бірде Маша аюға: «Атам мен әжемді көрмегелі көп болдым. Мен бір қорап бәліш пісірейін, ал сен оларға апарып бер», деп еді. Ол келесі кетті. Маша бір қорап бәліш пісірді де: «Жаңбыр жауып тұрған жоқ па? Есік алдына шығып қарашы», деді. Аю сыртқа шығып кеткенде, Машенька қораптың ішіне кіріп алды. Аю қайтып оралғанда, қораптың дайын тұрғанын көрді. Оны арқасына салып, ауылға тартты. Аю ұзақ жүрді, шаршады, ағаштың түбіне отырып, тынығып алғысы келді. Түбірге отырып бәліш жейін деп ойлады, ал Машенька қорап ішінен: «Түбірге отырушы болма, бәлішті жеме, атам мен әжеме апар», деді. «Неткен қырығы еді, бәрін көріп тұр», деп аю қорапты көтеріп, ары қарай аяңдады. Ауылға жетті, қыздың атасы мен әжесі тұратын үйді де тапты. Олардың есігін бар күшімен тоқтатпақты. «Тук-тук-тук, есікті ашыңдар, мен Машенькадан базарлыққа келдім», деді. Иттер бір нәрсені сезгендей оған тап берді. Басқа иттер де жан-жақтан үріп жүгіре бастады. Аю қорқып кетті. Ол қорапты қақпа алдына тастай сала, алдын артына қарамай қаша жөнелді. Осы кезде үйден Атай мен Айбей шықты. Қорапты көрді. «Анау не қорап?» деп әжесі таңғалды. Атасы қораптың аузын ашып қараса, онда Машенька отыр. Атасы мен әжесі Машеньканы осылайша тапқанына қуанышты болды. Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Осы және басқа ертегілерді ертегілер кезі сайтында таба аласыз.